Бала үлкен аманат. Бала сенің аманатың. Алла маған ұл да берді, қыз да берді. Бұл жай ғана қуаныш емес. Бұл үлкен жауапкершілік. Бала сенің меншігің емес. Ол Алланың аманаты. Біз көбіне баланы киіндіруді, тамақтандыруды, жақсы мектепке беруді ойлаймыз. Бірақ ең маңыздысын ұмытып кетеміз. Оның жүрегін тәрбиелеу. Бала тәрбиесі бір күндік емес. Ол кезең-кезеңімен жүретін үлкен жол. Алғашқы 7 жыл. Баламен ойна, оның әлеміне кір. Оған махаббат сыйла. Сенің мейірімің оның болашақтағы сенімділігі. Келесі 7 жыл. Әдеп үйрет. Шекара қой. Жақсы мен жаманды түсіндір. Себебі ертең ол сенің сөзіңмен емес, алған тәрбиесімен өмір сүреді. Келесі 7 жыл. Дос бол. Ол саған ашық болсын. Сенен қорықпасын. Сен оның сырласатын адамы бол. Бүгін сен балаңа уақыт бөлмесең, ертең ол саған уақыт бөлмейді. Баласы жоқтарға. Егер сенің әлі балаң болмаса, қапаланба. Алла біреуге бірден береді. Біреуге сабырдан кейін береді. Біреуге мүлде басқа нығмет береді. Мүмкін сен біреудің баласына себепкер боларсың. Мүмкін сен білім үйретіп, 100 баланың өмірін өзгертесің. Мүмкін сенің дұғаңмен ұрпақтар тәрбиеленеді. Алланың берген әр сынағында да, әр нығметінде де қиқымет бар. Рәбім бізге берілген аманатты дұрыс тәрбиелеуді нәсіп